Баршаңызға сәлем. Apple компаниясын барлығымыз білетініміз анық. Олардың телефонын, планшетін, компьютерін және сағаттарын. Бірақ 40 жылдан астам тарихы бар бұл компанияның кейбір өнімдерін біреу білсе, біреу білмейді. Әрине, ол өнімдер дәуірі ұзаққа созылмады. Сондықтан олар тез ұмытылды. Біз бүгін соларды еске түсіріп көрелік. Apple Macfonды неміс дизайнері Hartmut Esslingер 1982 жылы жасаған. Apple компаниясына біртұтас танымал дизайн қажет болған кезде Стив Джобс Esslingерді жалдады. Esslingердің тұжырымдамалық әзірлемелерінің бірі Apple стиліне толық сәйкес келетін және Mac амалдық жүйесімен жабдықталған стационарлық телефон Apple Macphone болды. Жоба ешқашан іске асырылмады, бірақ қазіргі уақытта iPhone-ның прототипіне айналды. 1993 жылы компания Apple Adjustable Keyboard шығарды. Бұл теруді жеңілдету үшін жартысына бөлуге болатын реттелетін пернетақта. Мұндай опция үшін өндірушілер $219 сұрады. Бұл бүгінгі стандарттар бойынша шамамен $369 құрайды. iPod Hi-Fi iPodпен бірге музыканы ойнатуға арналған динамикалық жүйе. Өнім нарыққа 2006 жылы шықты және тек 1,5 жыл ғана шығарылды. Сындар толқыны маңызды компоненттердің болмауынан туындады. Батареяны зарядтау, FM радио тюнері және iPodтың жаңа модельдермен үйлесімділік. Осы кемшіліктермен динамик жүйесі $349 тұрды. Apple компаниясының ресми мәлімдемесіне сәйкес, iPod Hi-Fi өндірісін тоқтату барлық күш-жігерді iPod және iPhone-ға жұмылдыруға шешім қабылдауға байланысты. M8 300 1997 жылы Apple шығарған арзан сенсорлы компьютер. Құрылғы өңдеуге және теруге, сондай-ақ эскиздерді жасауға арналған. Ноутбуктың құны $799 құрады. M8 300 өндірісі Стив Джобстың оралуымен тоқтады. Бұл кезде компанияның барлық күш-жігері iMac'ты әзірлеуге және шығаруға жұмылдырылды. 2001 жылдың басында Apple компаниясы Flower Power iMac сериясын психоделиялық гүл үлгісінде шығарды. Бірақ сатып алушылар үшін бұл түсті тым бір түрлі көрді. Бұл компьютер өндіріске шыққаннан соң 6 айдан кейін тоқтатылды. Бұл 1980 жылдардың басында Apple жасаған планшеттің прототипі. Башфул Disney мультфильмдерінің кейіпкері, жеті карликтің біреуінің аты. Оның атауына қарамастан мақтануға тұрарлық заттары бар. Оған пернетақтаны қосуға болатын дискета дискісі, мониторға жазуға болатын қалам және оны алып жүруге ыңғайлы тасымалдағыш болатын. Бір ғажабы, 25 жылдан кейін ғана бізге таныс iPadтар пайда болды. Apple Collection өнімдері 1986 жылдан бастау алды. Стив Джобс кеткеннен кейін, оның бұрынғы әріптестері Apple брендімен, гаджеттер мен құрылғыларға арналған аксессуарларды емес, капюшондарды, белбеулерді, кроссовкаларды, курткаларды, армия пышақтары мен ойын карталарын шығарды. Apple Collection'да тіпті Apple логотипі бейнеленген парусты қайықтарда болды. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.